2013 жылы жер шарында көптеген табиғи апаттар болды. Австралия, Солтүстік Африка, Солтүстік Америка мен Оңтүстік Американың солтүстік шығысы. Сондай Еуразияның көп бөлігінде сынап бағаналары рекордтық көрсеткішке жетсе, кей аймақтарда су деңгейі көтерілген. Қараша айының басында Филиппинде бұрын соңды болмаған алапат Хаян тайфуны елдің берекесін алды. Мұнда желдің екпіні рекордтық жылдамдықпен сағатына 314 шақырымға дейін жетіп, Лейте провинциясы мен Самар аралының тас-талқанын шығарды. Сондай-ақ Вьетнам мен Қытайды да жайпап өтті. Тайфун 6 мыңға жуық адамның өмірін қиды. Апаттан жалпы 11 миллионнан астам адам зардап шекті. Ал Индонезияның Суматра аралында 400 жыл бойы тыныш жатқан Синабунг жанартауы атылып, 20 мыңға жуық тұрғын баспаналарын тастап кетуге мәжбүр болды. Австралиядағы аптап ыстықтан жыл бойы орман өрті тыйылмады. Салдарынан жүздеген гектар жер өртеніп кетті. Өңірде сынап бағаналары 45 градустан жоғары ыстықты көрсеткен. ақш-тың Калифорния штатында да ұлттық саябақ қызыл жалынға оранды. Мұнда 2 ай бойы жалғасқан өрттен мыңдаған шақырым жер отқа оранды. Мамыр айында ақш-тың Оклахома штатында торнадо Мур қаласын жермен жексен етті. Табиғат апатынан 24 адам көз жұмды. Мамандар табиғаттың бұл құбылысын Хиросимаға тасталған атом бомбасымен салыстырған болатын. Үндістанның Андхра-Прадеш және Ориса штаттарында Файлин дауылы су деңгейін 3,5 метрге дейін көтерді. Желдің екпіні 200 метрге дейін жетті. Салдарынан 500 гектар алқап 17 елді мекен зардап шегіп, 23 адам қаза тапты. Жер шарының түкпір-түкпірінде су деңгейі көтеріліп, елді мекендерді су басты. Германияның Пассау қаласының маңындағы Дунай өзеніндегі су деңгейі 9 метрге дейін көтерілді. Елде ақжауын мен су тасқынынан көптеген аудандар, әсіресе Саксония, Баден-Вюртемберг және Бавария қатты зардап шекті. Су тасқыны сондай-ақ Бразилия, Аргентина, Перу, ақш пен Еуропаның көптеген өңірлерінде де тіркелді. Ал Ресейдің Челябинск қаласының маңында 15 ақпанда жерге ғарыш кемесі құлады. Салмағы 10 тоннадан астам және диаметрі 17 метрлік астероид НАСАның мәліметі бойынша атмосфераға секундына 18 шақырым жылдамдықпен кірген. Мамандардың айтуынша, мұндай жағдай тек 100 жылда бір тіркеледі. Жанар Байқоңырқызы, Раухат Уркумбаев.